Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі қарастыратын дәрісіміздің тақырыбы қиылыстар энергетикасы, ай мен күннің гравитациялық энергиясы. Қиылыстар мен тартылыстар энергиясы бұл ай мен күннің жерге тартылыс күшінің әсерінен мұхит суының деңгейі мерзімді түрде көтеріліп, төмендеуінен алынатын жаңартылатын энергия көзі. Ай қиылыстардың негізгі дирижері. Неге? Себебі ай жерге ең жақын аспан денесі болғандықтан, оның тартылыс күші мұхит суларына ең күшті әсер етеді. Жердің айға жақын бетінде су айға қарай тартылады да, судың беті томпайып көтеріледі. Бұл қиылыс болып табылады. Ал жердің қарама-қарсы бетінде де тағы бір қиылыс пайда болады. Бұл жер мен айдың ортақ ауырлық центрі төңірегінде айналуына байланысты туындайды. Міне, осылайша жер шарында бір мезгілде екі су көтерілу аймағы қалыптасады да, осы екі қиылыстың аралығында судың деңгейі төмендейді. Бұл құбылыс тартылыс деп аталады. Нәтижесінде көптеген жағалауларда тәулігіне 2 рет қиылыс және 2 рет тартылыс байқалады. Қиылыстардың негізгі екі түрі бар. Олар сизигиялық максималды қиылыстар және квадратуралық минималды қиылыстар болып бөлінеді. Сизигиялық максималды қиылыстар бұл қиылыстар ай мен күн бір сызық бойына орналасқанда пайда болады. Яғни ай толық болғанда немесе жаңа ай туған кезде. Мұндай жағдайда ай мен күннің тартылыс күштері қосылып, бірлесіп әсер етеді. Осының нәтижесінде су деңгейінің көтерілуі ең жоғары мәнге жетеді. Квадратуралық минималды қиылыстар бұл кезде ай мен күн бір-біріне шамамен 90 градус бұрыш жасап орналасады. Яғни айдың алғашқы және соңғы ширегі кезінде. Мұнда олардың тартылыс күштері бірін-бірі әсер етеді. Сондықтан қиылыстың биіктігі, энергиясы аз болады. Қазір мен сіздерге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Дәрісіміздің аяғында дұрыс жауабын тыңдай алатын боласыздар. Егер ай кенеттен жоқ болып кетсе, қиылыстар энергиясы қалай өзгеруі мүмкін? Қиылыстар энергетикасы дегеніміз не? Қиылыстар энергетикасы бұл теңіз бен мұхит суларының қиылыс және тартылыс кезіндегі қозғалыс энергиясын электр энергиясына түрлендіру. Бұл энергияның басты ерекшелігі оның болжамды болуы. Яғни біз қиылыстың қай уақытта, қандай деңгейде болатынын алдын ала есептей аламыз. Себебі ол ғарыштық заңдылықтарға бағынады. Қиылыстар электр станциясы бұл қиылыс пен тартылыс кезінде пайда болатын су қозғалысының кинетикалық энергиясын электр энергиясына айналдыратын су электр станциясының бір түрі. Яғни ол келесі принциппен жұмыс жасайды. Су қозғалады, турбина айналысқа келеді, генератор қосылып, электр энергиясын өндіреді. Қиылыстық электр станцияларының төмендегідей түрлері болады. Бұл қиылыстық бөгеттермен орындалған электр станциялары, қиылыстық су тоғандары бар электр станциялар және динамикалық қиылыстық электр станциялар. Енді олардың әрқайсысына жеке тоқталайық. Қиылыстық бөгеттермен орындалған электр станциялар, мұндай станцияларда
теңіз шығанағына немесе өзен сағасына бөгет салынады. Қиылыс кезінде судың деңгейі көтеріледі де, су арнайы жинақтау аймағына жиналады. Бұл аймақ бір жағынан бөгетпен, екінші жағынан табиғи жағалаумен шектелген. Тартылыс басталған кезде жинақталған су бөгет арқылы кері бағытта ағады. Осы кезде шлюздер ашылып, су гидротурбиналарға бағытталады. Нәтижесінде турбина айналып, генератор электр энергиясын өндіреді. Яғни судың деңгей айырмашылығы энергия көзі болып табылады. Қиылыстық тоғандары бар электр станциялар. Жұмыс істеу принципі бөгеттік станцияларға ұқсас. Бірақ айырмашылығы, мұнда су кеңістігі толығымен бөгеттермен қоршалады. Яғни арнайы жасалған тоған болады. Егер бірінші түрінде шығанақ немесе өзен сағасы пайдаланылса, мұнда жағалау бөлігі шағын, жасанды түрде қоршалған су аймағы қолданылады. Қиылыс кезінде су жиналады, тартылыс кезінде турбиналар арқылы өтеді. Динамикалық қиылыстық электр станцияларға келетін болсақ, бұл станциялар жағалауға перпендикуляр бағытта салынады және жағалаудан 30-60 км қашықтықта орналасуы мүмкін. Әдетте қиылыс ағыстары жағалау бойымен параллель бағытта қозғалады. Ал ұзын бөгет сол ағынды ішінара жауып, су деңгейінде айырмашылық туғызады. Су бірден айналып өте алмайды, себебі оның инерттілігі болады. Соның нәтижесінде бөгеттің екі жағында су деңгейінің айырмашылығы пайда болады. Осы айырмашылық қысым тудырып, қысым әсерінен су турбиналар арқылы өтіп, электр энергиясы өндіріледі. Қиылыстық электр станциялардың артықшылықтары болып, олардың экологиялық тазалығы, энергия өндірудің салыстырмалы төмен құны, жаңартылатындығы және ұзақ мерзімділігі табылады. Ал аталған станциялардың кемшіліктері болып, құрылыстың жоғары құны, тәулік ішінде қуаттың өзгеруі, бөгет салудың экожүйеге әсері және балықтардың миграциясына әсері табылады. Дәрістің басында қойған сұраққа келетін болсақ, ай болмаса, мұхиттағы қиылыстар айтарлықтай әлсірейді. Қиылыстар тек күннің гравитациялық әсерінен ғана пайда болып, бірақ олардың биіктігі мен энергиясы әлде қайда төмен болады. Бұл қиылыстар энергиясының тиімділігінің күрт азаюына әкеледі. Яғни, ай бұл қиылыстар энергиясының негізгі көзі. Қорытындылай келе, біз бүгін қиылыстар мен тартылыстар энергиясын, олардың түрлерін, қиылыстар энергетикасын оқып үйрендік. Келесі тақырыбымыз мұхиттардың температуралық және ағынды технологиялар энергиясына арналады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.